Ассалаумағалейкум достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін Каспий туралы айтамыз тағы да. Өйткені бізге сұраныстар келіп отыр. Осы сұраныс бойынша біз тақырыпты қозғаймыз. Каспий магазинде не үшін өшіріп тастайды? Каспий магазин кабинетіңізде товар сатылым сатқызбай блокқа қойып тастайды. Не үшін? Сол жайлы айтатын боламыз. Осы видеоны міндетті түрде жіберіп алмаңыздар. Олай болса кеттік. Каспий магазинде сіздердің кабинеттеріңіз жауып тастаса, товар сата алмай қалсаңыз, не үшін сізге товар сатпауға доступ жауып тастады? Оның бірінші себептері, сіз біреудің сатып отқан товарына астына конкурент болып тұрдыңыз. Ол сізге не жазады? Парентезде жазады. Бұл менің товарымды сатып отыр деп. Содан кейін сіздің сатып отқан товарыңызды бүкіл сатып отқан товарларыңызды бәрін блокқа қояды. Сізге почтаңызға жазады. Сертификат сұрайды, сосын түсіндіру сұрайды. Не үшін сатып отырсыз ол товарды? Сізден түсіндіру өтінеді. Сол себепті сізге не үшін бірінші доступ жауып тастады? Өйткені сіз, мысалы, бізде бір случай болды, Alcatel деген фирманың біз насосын сатып отырдық. Ол насос тура менде де бар, ол насос, ол просто названиясы бөлек, Alcatel деп. Өзінің фирмасы, сертификаты бар екен. Каспий магазин маған жазады, сіздің сертификатыңыз көрсетіңіз дейді. Мен сосын ол фирмаға звондадым. Менің случайым, ол фирмаға звондап айттым, мен жай түсіндіріп, мен білмедім. Өздеріңіздің претензияларыңызды алып тастайсыздар ма деп. Оларға звондадым. Олар жарайды, аламыз деп айтты. Сосын бір күн өтті, олар Каспий магазин менің доступымды әлі ашпады магазинге сату. Мен сосын объяснительно жаздым анаяққа. Өзіңіздің Каспий магазинде мастер деп тұрады, номер 6 санда, 8 санда номер, соны жазасыз, сосын өзіңіздің компанияңызды, номеріңізді жазасыз, түсіндіресіз мән-жайды. Сол кезде сізге доступ ашады. Ал осындай доступ қайталанса, үш рет сіздің Каспий магазиніңізді мүлдем жауып тастайды. Сол үшін не істеу керек? Жауып тастамау үшін, достар, біреудің сатып отқан өзінің сертификатталған товарын сатпау керек. Егер сатқан жағдайда осылай доступ жауып тастайды. Доступ 2 реттен көп 3 рет болса, уже 3-ші рет болса, сіздің Каспий магазиніңізді мүлдем жауып тастайды. Екінші, сізге доступ ашпай қояды олар. Осындай мән-жай сіздерде болса, егер сіздер осындай мән-жайға ұрынып қалсаңыздар, маған жазсаңыздар болады. Әр күнге біз көмектесе аламыз, қалай шығу керегін. Осы видеоның астына комментарияға жазып кетіңіздер. Сізде бұндай жағдай болса, сіздер қалай шықтыңыздар, соны жаза кетіңіздер. Өйткені бұл видеоны көріп атқан, сіз бұл видеодан бұндай ситуациядан шықсаңыз, басқа бір адам осындай ситуацияға тап болған кезде, оған сіздің жазған комментарияңыз өте керек болады. Астыға өте өзіңіздің ойыңызды, және де сіз қандай ситуацияда болдыңыз, соны жазып кетіңіз. Және де достар, осы видеоны басып, лайк басып, және де подписаться етіп, келесі видеоны жіберіп алмау үшін. Келесі видеода кездескенше қош, сау болайық.